فرش التراب يضمني. Құран-ы Кәрімде сондай бір аят бар. 25-ші паралар болу керек. 26-25-ші параларда осындай бір аят келеді. Фирауынның қауымы, соның жан ұясы дүниеден өтті бүгін. Енді оларға аспан да жер де жыламайды дейді. Осы аятты тәпсірші ғалымдарымыз ашып тексеріп былай дейді. Кәпір болған, Алланың дінінен безген, Алла Құдайды ұмытып теріс қараған адамнан бүкіл әлем теріс қарайды екен. Ол кісі өліп кетсе дүние салып, аспанда жерде іздемейді екен ол кісі. Соның осы мағынаның сауалы шығады сосын. Ал мұсылман ше деп, намазхан адам сонда өлсе, оны аспан мен жер іздей ма деген сауал шығады ғой. Иә дейді тәпсіршілеріміз. Иә. Бір адам, мұсылман адам, намазхан адам дүниеден өтсе, аспан жылайды екен. Күніге азан айтушы еді, Аллаху акбар деп үйінде. Даусы шықпай қалды. Құран оқушы еді, сызылтып, қате болса да, дұрыс болса да, құл-құлқуалланы қайырса да, дауыстап Құран оқып тұрушы еді. Мұның бәрі аспанға көтеріледі. Даусы шықпай қалды. Жер жылайды екен. Мешітке басып келуші еді менің үстімнен. Жұмаға қарай асығатын еді. Тарапыға қарай асығатын еді. Уақыт тапса мешітке қарай асығатын еді. Жақсы жұмыстарға асығатын еді. Сол табан іздері қайда екен деп жер жылайды екен. Иә, бұл ақиқат нәрсе. Ертең ойламаңыз. Жаныңызда отырған мұсылман бауырларыңыз, сіз де аспанда іздейтін, жерде іздейтін азаматсыз. Ертең дүниеден өтсеңіз, мүмкін ағайын туысыңыз көп шығар, мүмкін жоқ шығар. Бірақ олар іздей ма, іздемей ма сізді? Бірақ егер намазыңызды оқысаңыз, мешітке келгіш десеңіз, сізді аспан менен жер іздейді. Ертең дүниеден өтсеңіз. Пәленше қайда? Даусы шығып Құран оқитын еді. Айғайлап үйінде азан айтатын еді, шайтандарды қуалап қаштырып. Жермен басып, жақсы сауап істерге баратын еді деп жер іздейді екен. Халайық, бұл Құранның аяттары бекер айтылмады. Ал